Осы тұрмысқа шығып алып, албасты әбіржіп жүретін қандар түсінбеймін бар ғой. Осы тұрмысқа шыққан соң күйеулеріне бала әдемі болып өздеріне қарап жүрмей ма? Олар осы үстіне албасты халат киіп алып, кір-кір бастарын жумайды, албасты орамал тағып алып жүреді. Әбіржіп осы тұрмысқа шығайын бар ғой, күшті көйлектер киіп, боянып, всегда соска келіп жүрмін. Осыдан көрістім ғой. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Девушка. Мен еркекпін негізі. Кешіріңіз. Егер жігіттің шашы ұзын болса, қыздар, өтініш шашым жинап беріңдерші. Канал тренировкаға барады. Братан, арбат 500 теңге кеттік. Саған айтуаның өлең қосай ба? Қызға айтайын ба, брат? Кеше бар ғой. Қызыма барам ғой. Қызым шығарып алып, бұрышқа тағап қойып, шашын ескеп, аймалап, короче, тұрам ғой солай ше. Шашына, да? Иә, шашын ескеп. Қой, братан. Қыздар, резинка жоқ па? Короче, голубой! Кім голубойна? Я сен гей! Кім на? Не на? Стошна? Чол на? Шашың қайда? Алдырыпсың. Еркекпін мен, тек бір сөйлеп шулқынатын еркекпін мен. Бір ғасырда бір туатын еркекпін мен. Жаным, маған қашан тамақ жасап бересің? Давай ертең жасап берейін. Точно жасайсың ба? Точно. Алып кетем келіп. Давай ертең келіп, манты алып кет, е? Мынаны қара. Жаңғырның қыздардың бәрі кім? Не айтсам болады екен? Ал сен қызықты жауап таба аласың ба? Ендеше сергіп ал. Өзінің жауабын сторисқа түсіріп, бізді және спрайткасты белгіле. Біз жаңа тұлғалар мен интернет-блогерларды рефреш жобасына іздеудеміз. Жеңімпаз $1000 алып, спрайттың жарнамасына түседі. Ал енді мысал. Жаным, бұл қыздардың барлығы сенімен салыстырғанда ешкім емес. Ей, қайдағы мысал? Сен кіммен сөйлесіп отырсың? Мынау қыздардың бәрі 모든 게 궁금해하실 때 Tell me, oh yeah 5 признаков того, что твой друг отслужил. Че, бро, пойдем мороженого, может, поедим сладкого, что-то охота? Сладкого охота. Мы в армии пряники с майонезом жрали. Прикол, смотри какой. Братан, знаешь, как говорят, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Помнишь, ты в армию уходил, это здание строили? До сих пор он строит. Знаешь, как говорил мой командир, 3 солдата из стройбата заменяют эскаватор, а солдат из ВДВ заменяет их втройне. Алло? Алейкум ассалам. Полчан звонит, Полчан. Так точно. Братан, капец, про армию расскажешь, аж захотелось пойти. Может, все-таки стоит пойти? Нахрен надо, братан, долбоебизм полнейший, серьезно. Год теряешь, блядь, просто так.